Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Маңғыстаудан Мұнайлы ауданы. Не ғой, былай айта кететін жағдай, мына еңбек күні деп құттықтап жатыр да. Еңбек күні деп мына депутаттар болсын, лауазымды қызметкерлер шығады да құттықтау сөздерін айтады, енді күшті қылып айтады. Білмеймін, қайдан жаттап алған, может ойдан шығарып тұрған шығар. Шабыттар келіп. Енді бұл жерде мен енді былай қарасаң, ойлайсың да, мысалға, енді мұнайшылар, дәрігерлер, мұғалімдер, енді мамандықта жүргендерге жақсы ол. Оларға дұрыс қабылдайды да. Ал енді мына жұмыста жоқтар бар, бізде жұмыста жұмыссыз көп адамдар, жұмыста жоқ. Асын азғантай айлыққа күн көріп жүргендер бар. Азғантай айлық алады, соған күн көріп жүреді. Оларға анау ауыр тиеді. Былай қарасаң, не да? Күшті сөздер айтады. Ішіне оларды ескере алмайды, ең болмаса. Жұмыссыздарды ескере алмайды да. Жұмысшы мамандық деп айтамыз ғой. Жұмыссыз жүр, мен ауылда білемін ғой. Көршілерім бар, басқа ауылдастар бар деген сияқты. Көбі жұмыссыз, және де азғантай айлыққа күн көріп жүргендер бар. Соларға қиын. Сондықтан олар айтқан кезде басынан бастап дұрыстап түсіндірмей ме? Міне еңбек күні құтты болсын. Ал енді еңбекке кірмей жүргендер кіріп кетулеріңді тілеймін деген сияқты сөзден бастап сөйтіп айтса, онда ол енді кішкене болса да еске алып жатыр екен дейді оларды. Бұлай болмайды. Бір мемлекеттің ішінен бір мемлекет құрып алған сияқты күн кешіп жатырық та. Түсіндіріп көрейін бе? Бұлай ғой, біздерде мысалға бір өңірде тұрамыз, біз Маңғыстауда тұрмыз. Енді ойлап қарасаң, бізде сайлау комиссиясы бар. Олар өздерінің бала шағасын әкім қылып сайлап тастады. Келіп қарасаңдар көрсетем, міне мынау деп саусағымен. Сосын манағы қоғамдық кеңес дейтін ұйымдар бар. Оның ішіндегі бизнесмендер солай басталады, оны да көрсете аламын. Сосын мана не депутат, маслихат депутат аудандық, олар да солай. Мысалға ауданға қаладан келеді, қаланың депутат болып алады. Бір үйден 2-3 адам депутат болып алады, бірақ сырттан адам кіргізбейді. Топ бір сөйтіп жүрген. Сонда Қазақстанның заңдылығы қайда? Қазақстан Республикасындағы манағы заңдардың біреуі орындалып жатқан жоқ. Өз бетімен кетіп бара жатыр. Бір өкініштісі, соны тексеретін орган жоқ. Орган жоқ. Антикор бар еді, оны жауып тастады. Оларды келістіріп жұмыс жасаған жоқ. Дәлелдей аламын, жұмыс жасаған жоқ. Сосын қазір КМБ-ға қосып еді, КМБ-ға кіре алмайсың. Мен видеоға түсіріп те көрдім, түсірме дейді. Ішіне кіргізбейді, коридорында тұрасың, ана бір охранның қасында. Терезенің алдына отырып арыз жазып тастап кеткенім бар, КМБ-де, терезенің алдына тұрып. Кең байтақ Қазақстанда, егеменді елде терезенің алдына подоконникке тұрып жазып жатырық та. Сұмдық қой ол деген. Неге бір кеңсесін сыртқа шығарып қоймайды, халықты қабылдайтын қылып. Сондай жағдай, шындығы сол оның. Мен ертең видеоға түсіріп көрсете аламын солардың бәрін дәлелдеп. Сондықтан манағы лауазымды қызметкерлер құттықтап жатқан кезде жұмыссыз адамдарды да еске алыңдар. Еске алып, оларды да құттықтап қойыңдар. Болашақта жұмысқа кірулеріңе тілектеспін деп айтыңдар. Сол ғой.